Жыл патшасы ертегісі. Ертеде уақыт атты патшалықта жыл атты патша билепті. Жыл атты патшаның мінездері әр түрлі 4 ұлы болыпты. Олар көктем, жаз, күз және қыс. Осы 4 ұлының әр қайсысында 3 баладан болған екен. Уақыт атты патшаның көктем деген ұлынан наурыз, сәуір және мамыр атты 3 немересі бар екен. Ал жаз ұлынан маусым, шілде және тамыз атты немерелері. Күз ұлынан қыркүйек, қазан, қараша атты немерелері тараса, ал қыс ұлынан желтоқсан, қаңтар, ақпан атты немерелері тараған екен. Патша өз тағына мұрагер етіп ұлдарынан емес, немерелерінің арасынан тағайындауды жөн көріпті. Содан ол өзінің тағына немерелерінің арасынан біреуін тағайындайтынын жария етеді. Сонымен қатар ол мұрагері білімді, өнерлі, халыққа қызмет етуі керектігін де айтып өтеді. Сонымен барлық немерелері жыл патшаның алдына келіп, білімдерін, талантын көрсетеді. Барлығы бірінен бірі асып түседі. Немерелерінің бұл өнері мұрагерді таңдауда патшаға қиыншылық түсіреді. Әрі ойланып, бері ойланған патша мынадай жарлық етеді. Менің мына уақыт патшалығым тұрғанда, менің немерелерімнің барлығы да патша болады. Олардың барлығы халық үшін өздерінің жайлылығын, еңбектерін ұсынып отыр. Сондықтан немерелерімнің әр қайсысы 30 күннен патшалық етсін, дейді патша. Міне, осы жарлықтан кейін патшалықта әр 30 күн сайын халыққа жыл патшаның 12 немересі үлкенінен кішісіне қарай заңдылықпен патшалық етіп отырыпты деседі. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.